Умайя ибн Абу Салт өлеңдерінде адамдарды дұрыс жолға үндейтін жетекшінің, яғни пайғамбардың қажеттігіне назар аударған. Арабтардың арасынан пайғамбар шығуға тиіс екендігін қасиетті кітаптардан оқып үйренгендіктен сол құрметті атаққа өзі ие болғысы келген. Сондықтан Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық берілгенде қызғаныштан оны мойындамаған. Тіпті ерегіспен қызғанышынан Бәдір соғысында өлтірілген мүшриктерге, яғни пұтқа табынып, Аллаға серік қосушыларға арнап жоқтау айтқан. Хижреттің 2-ші жылы иман келтірместен өліп кеткен Умайя туралы Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бірнеше хадисі бар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні Шарид ибн Суайдпен бірге келе жатып сахабадан: «Сен Умайяның өлеңдерін оқығансың ба?» деп сұрайды. «Я, білемін» деп Шарид Умайяның өлеңдерінен бірнеше бәйт оқып береді. Өлең жолдары Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қатты ұнайды. Тағы да оқуын өтінеді. Қасида аяқталғанда Расул Акрам: «Умайя мұсылман болуға сәл-ақ қалған екен» дейді. Тағы бір мәліметте Умайяның өлеңдері иман келтіргенмен өзі азғындықтан шыға алмадыпты дегені айтылады. Пұттар. Меккеге ең алғаш пұтты әкелген Әмір ибн Лухай есімді араб. Әмір Шамға барған бір сапарында Мағаб деген мекенге жолай соғады. Осы жерде Нұх пайғамбардың ұрпағы саналатын бір тайпаның пұттарға табынғанын көреді. Қызығушылық жеңіп, сұрастыра келе жергілікті халықтан: «Біз осы пұттардан көмек сұраймыз. Сұрағанымызға ие боламыз. Жаңбыр тілесек, жауынға қарық боламыз» деген жауап алады. Мұнан соң Амр пенделігі ұстап Меккеге алып кетуге пұт сұрайды. Мағаптықтар оның сөзін жерге тастамай Хубәл атты пұтты сыйлайды. Амр Хубәлді Меккеге алып келіп орнатады. Надан халық бұрын соңды болмаған әдетті қызық көріп, соған иланып, тілеуіңді орындайды десе илана кететін қара халықтың әдет емес пе? Пұтқа табына бастайды. Осыдан бастап пұтқа табынушылық Меккеде кеңінен тарайды. Әр тайпаның өзіне тән пұты болатын. Құрайыштың ең үлкен пұты Узза деп аталады. Әус пен Хазраш руларының Мәнат атты пұты Мекке мен Мәдина арасында Мүшәлләл деген жерде тұратын. Кейінірек олар Узза мен Латқа да сыйынған. Кәліп тайпасының пұты Уәд аталатын. Дәмәтул Жәндәл деген жерге орналасқан еді. Хузайл тайпасы Суа пұтына табынатын. Хамдан алқабындағы Яук атты пұт Хамдан руының тәңірісі еді. Таи және Мәзхиж тайпаларыныкі Яғуз, Химмелилердікі Наср аталған. Бәкір ұлдары мен Кинананалар Садаттық қолдан жасалған құдайға құлдық ұратын. Әр тайпа өз пұтына табынып, жәрдем тілеп, солардың алдында құрдай жорғалайтын. Жансыз, рухсыз, тастан, ағаштан, оннан тағы басқа жасалған бейнелерді қараңғы халық құдіретті санап, соқыр сенімге бой алдырған еді. Алла Расулы осындай нанымы надандықпен ұштасқан адамдардың санасын сәулелендіру мақсатымен келуге тиіс еді. Адамгершіліктің аты өшкен. Жахилия кезеңіндегі Арабстанда адамгершілік атаулы жойылған. Нәпсі құмарлық шегіне жетіп, құмар зинақорлық, маскүнемдік, зұлымдық, ұрлық, зорлық, өтірік, өсек кең етек алған. Әл жеткен, әлсізге әлімжеттік жасап, ұрып соғатын, ойына келгенін орындататын. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Адам өмірі ойыншыққа айналған. Күштінің айтқаны заң, дәрменсіз дымын шығармайды. Адамдар мал тәрізді мойындарына қамыт кигізіліп, базарда сатылатын.
әйелдердің көрген күні айуаннан төмен. Әсіресе жас күңдер зорлық-зомбылықтың құрбаны болып жатты. Қыздарды сату, зинақорлыққа итермелеу қалыпты тұрмыс қажетіне айналған. Құранда адам атын ластайтын бұл азғындық әрекеттер жөнінде былай делінеді: дүниедегі қу тіршіліктің болмашы пайдасына, бұйым боқшасына бола күңдеріңді һәм арын таза сақтауды қалайтын болса, арсыздыққа, күнәға әсте итермелемеңдер. Кімде-кім оларды арсыздыққа итермелейтін болса, біліп қойыңдар, олар ықтиярсыз күнәға барғаннан кейін де Алла олар үшін өте кешірімді, ерекше мейірімді. Нұр сүресі 33 аят. Надандықтың шегінен шыққаны сол, бір әйел бірнеше еркекпен бірге тұра беретін. Онысын үйінің шатырына белгі қадап жария қылатын. Өгей шешелер күйеуінің дүние мүлкімен қоса әкеден балаға мирас боп қалатын. Шөл даланы мекен еткен арабтардың көбісі қыз баласы дүниеге келсе сұмдық санайтын. Әйелі босанған сәтте нәресте қыз болса ешкімге тіс жарып айтпастан, көрсетпестен тірілей көміп тастайтын, немесе терең құдықтарға лақтырып жіберетін. Бұл істерінің дұрыстығын өздерінше сылтау айтып дәлелдеген. Бұлар ертең өскен соң жезөкше болып, ар намысымызды аяққа таптауы мүмкін. Бой жетіп жүзі қара болғанға дейін қанша шығын шығарып, асырап бағу керек. Оған шамамыз да жетпейді деп ақталатын. Кейде аналарының өздері ақ босанар күндері таянғанда арнайы шұңқыр қаздырып дайындайтын. Сәби қыз болса, туылған сәтте әлгі шұңқырға тастап, үстін топырақпен жаба салатын. Бауыр еті баласын бәледей көріп, одан құтылудың ең оңай жолын тапқандарына мәз. Дүниеге келген мезетте өлтіре алмаса, 5-6 жасқа келгенде әкелері қыздарын әдемі киіндіріп, қонаққа апаратын кісіше сәндеп, ертіп шығатын. Сол бетімен айдалаға жетектеп апарып, алдын ала дайындалған орға жығып салып, шырқырап, тырбыңдағанына қарамастан көміп тастайтында ештеңе болмағандай оралатын. Ал баласын өлтіруге қимағандар қалың жүн күпі кигізіп, қыз екенін жасырып, ауыл маңынан аулаққа қой, түйе бақтыруға жіберетін. Сөйтіп елдің көзінен тасалап ұстайтын. Құран кәрім арабтар арасында кең таралып, қалыптасқан айуандық әдет жайында бұлайша баяндайды. Олардың бірі қызды болдың деп сүйіншіленгенде жүзі түтігіп, іштей ашуға булығады. Содан ол өзіне жеткен хабардың өзінің ойынша жайсыздығынан ел жұрттың көзіне түспеуге тырысады. Енді не істейді? Өмір бойы мұндай қорлыққа шыдап, ол бейшараны қолында ұстай ма? Жоқ әлде тірідей жерге көміп тастай ма? Олар өздерінше өз балаларын ол қыз деп алалау және Аллаға бала телу арқылы қандай жаман үкім беруде. Нахл сүресі 58-59 аят. Исламнан бұрынғы кезеңінде осы дәстүрді ұстанып, іштен шыққан шаранасын құрбан еткен, кейін исламды қабылдаған сахабалардың бірі пайғамбарымызға басынан өткен оқиғаны бұлайша әңгімелеген. Уа Расулалла, біз надандық дәуірін өткердік. Сол кезеңнің үрдістерін орындадық. Пұтқа табындық. Бауыр етіміз, баламызды аяусыздықпен жер қойнына бердік. Менің де сүп сүйкімді қызым бар еді. Қылығы да, тілі де тәтті еді. Алайда мен оған қарамауға, мән бермеуге тырысатынмын. Сонда да қасымнан екі елі айырылмайтын. Бір күні оны қасыма шақырдым. Томпаңдап жүгіріп келді. Өзі жақсы көретін қызылды жасылды көйлегін кигіздім де, енді жүр менімен бірге, бір жерге барып келеміз деп, алдап ертіп шықтым. Былдырлап сөйлеп, мәз боп қуанып келеді. Біраз жер жүрген соң терең қазулы құдыққа келдік. Екі қолынан ұстап, көтеретіндей сыңай таныттым да, бар пәрменімен құдыққа тастап жібердім. Сонда құлап бара жатып, әке тайым деп
құлын даусы шығып шырқырағаны әлі күнге құлағымнан кетпейді. Екі дүниенің сұлтаны бұл әңгімені естіп қатты егіліп жылады. Көздерінен аққан жас сақалын жуып тарам-тарам етті. Сонан соң былай деді: Алла тағаланың мейірімділігі кең. Ондай қатыгездікті бұнан соң қайталамайтын болсаңдар, жахилия дәуіріндегі білместіктерді кешірер. Міне жахилия кезінде аты айтып тұрғандай надандық пен жауыздық түгел дүниені тұмшалап алған еді. Адам баласы руханият, мейірім, шапағат дегеннен жұрдай. Күллі әлемнің жаратушысына сеніп, иман келтірмеген жүректен не үміт, не қайыр. Құдайдан қорықпаған ұждан, Алланың азабынан үрейленбеген рухтан жақсылық шығуы мүмкін бе? Саяси жағдай. Жахилия кезінде Арабстан саяси тәртіп, қоғамдық бір ізділік дегеннен махрұм, халықтың басым бөлігі көшпенді тұрмыс кешетін. Ру-руға бөлініп, әр ру өзіне тән тәртібін, дәстүрін ұстанатын. Ұдайы өзара қырқысып, басқа шауып, төскерлеуге әзір тұратын. Өзгенің малын талан-таражға салу, ар-намысын таптау тіршіліктің айнымас қағидасына айналған. Алауыздықты жоқ жерден болмашы сылтаумен тудырып, тұтқиылдан шауып, малын мүлкін алып, тіпті әйел, баланы күң, құл ету дағдысы қалыптасқанда. Дұшпандық, қысастық бітіп болмайтын дау-дамай арта түскен. Соғыс, қан ағызуға машықтанып, үйреніскендіктер сондай тиісерге қара таппаса, жоқты барды сылтау етіп, өз іштерінде бірінің етін бір жеуден тайсалмайтын. Бұған шайыр Құтамидың төскейде малымыз, төсекте басымыз қосылған ағайындарымыз, Бәкір руынан басқа соқтығысарға ешкім болмай қалса, солардың өзіне тарпа бас салатынбыз деп келетін бәйті куә. Ежелден ру-ру, тайпа-тайпаға бөлініп өмір сүретін арабтар бір орталыққа бірігу, бас қосу жайын ол кезде ойлап бас қатырмады. Осы себепті Арабстан түбегінде әлеуметтік мәдени заңдылық жоғалып, соның салдарынан зорлық, зомбылық, шабуыл, шайқас толастаған емес. Әркім өз қалауынша тірлік қылатын, мықтының дәурен сүрген кезі еді ол. Арабстанның әдеби ахуалы. Қай салада болсын не бір тәртіп, не бір жүйе жоқ дегенмен, осы тұста арабтардың ілгерілеген саласы әдебиет, сөз өнері еді. Ислам діні таралмас бұрын Арабстанда шешендік өнері шырқау шегіне жетті. Бұл мәселеде дүние жүзінде оларға теңгелер халықта жоқ еді. Шайыр, өлең дегенде надан араб ішкен асын жерге қоятын. Өйткені ата-баба дәстүрі, тарих пен шежіре, наным-сенім тақырыптары осы өлеңдерде өрнектелетін. Өлең қоғамның бірден бір айнасы тәріздеді. Араб қоғамында шайырлар керемет құрметке бөленетін, нағыз қаһарман саналатын. Әрбір ру өкілдері араларынан батыр емес, ақынның шыққанын қалайтын. Өйткені қол жетпес армандарындай болған даңқ мансапты ақындарының арқасында еленетін. Қара халықтың өзі шайырлардың қалжыңына ілігуден, сынына ұшыраудан қорқатын. Шайыр сөзі анау-мынау заңнан күшті қабылданатын. Оның бір ауыз сөзіне бола ру-ру болып таласқандар да, 40 жылғы кегін ұмытып татуласқандар да аз болмаған. Ертеден ақ өлең арабтың дәптері деп аталған. Араб халқының тұрмысы, салт санасы, тарихи мұралары өлең арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Ақынды құрметтеу тіршіліктің негізіндей көрінетін. Мықты ақынның өзі де руы биік мәртебелі деп есептелетін. Әсіресе жылдың белгілі маусымдарында жиі-жиі өткізілетін жәрмеңкелерде өлеңді өсіруге, өркендетуге айрықша мән берілетін. Жәрмеңкелер
бір жағынан әдеби жиын секілді болатын. Қазылар сайланып, олардың алдында өлең жарыстары ұйымдастырылып, шартараптан келген шайырлар мен шешендер тілінің майын тамызып, жеңіп шығу үшін бар күшін салатын. Мүшәйраның жеңімпаздары анықталған соң, көп ішінен озып шыққандардың төл туындылары бөз матаға жылтырақ бояумен өрнектеліп, безендірілген күйі баршаның көзіне шалынатын биікке, қағбаның қабырғасына ілінетін. Сол кезеңде ең үлкен, халық көп жиналатын жәрмеңке Таиф пен Нахла алқабы арасындағы Ухаз жәрмеңкесі еді. Шайырлар сайысы көбінесе осы жерде өткізілетін. Жәрмеңкелер көп салалы көрмелерге ұқсайтын. Өйткені мұнда барлық рулар сауда-саттық, әлеуметтік, мәдени және қоғамдық саяси жағынан танылатын. Зілхиджа айында ашылған жәрмеңкелер 20 күнге созылатын. Біреуге құл болып кеткен адамдарын пидия беріп сатып алу, ұзаққа созылған бітіспес дауларын шешу, татуласу, іздегенін табу, көксегенін іздеу, өлең оқу, сөз сөйлеп, шер тарқату үшін барша жұрт жәрмеңкеге қарай ағылатын. Өлең сөздің қадірін көтеру арқылы тіл, араб тілі сол кезеңде екшеліп, байып толыққан. Ислам жұлдызы жарқырап туға таяған уақытта Арабстанда әдебиет, көркем сөйлеу шеберлігі барынша дамыды. Қаптаған надандықтың қараңғылығы ішінде ғайыптан белгісіз бір құдірет адамдар санасын Құранның керемет тілін түсінуге, сөздердегі әуезділікті жан-жақты ұғуға дайындап жатқандай еді. Құран түсе бастағанда иманға келе қоймағанмен, әдеби көркемдікті қастерлеп үйренген көптеген арабтар Алланың кәләмінің кереметтігіне бас иген. Ең үздік деп бағалаған қасидаларының Құран тілінің жанында түкке алғысыз болып қалғанын мойындап, биікке көтерген жерлерінен алып тастаған. Кейбіреулері Құран тіліндегі әуезділікке, дыбыс үйлесіміне тәнті болып, соның әсерінен мұсылмандықты қабылдаған. Бұл да әрине құдіреті күшті ұлы Алланың көп хикметтерінің бірі. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам ұлы елшілік міндеті жүктелер алдындағы Арабстанның жалпы діни, әдеби, мәдени қоғамдық жағдайы осындай. Жауыз жүректерді жібітетін, қатулы қабақтарды күлдіретін, надандық шырмауындағы көңілдерге нұр құятын тұлғаға Арабстан зәру еді. Оның, яғни ұлы құтқарушының кім боларын да мәңгілік жазмыштың жаратушысы Алла тағала белгілеген әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Ол осынау әлемнің материалдық рухани бет бейнесін өзгертуге келетін. Ол нұрымен айналаға шұғыла шаша мына дүниенің жалғандығын, ақыреттің баяндылығын айтып, жалған өмірдегі махаббаттың да өткінші екенін ұқтырып, үмбетін мәңгі бақытқа бақилық Аллаға бастауға тиіседі. Алла тағала тарапынан пайғамбарлық міндет жүктелетін бұл тұлға адамдардың басы бос еместігін ұғындырып, дүниеде атом бөлшегінен күн системасына, жұлдыздардан алып галактикаларға дейін бір ғана әмірге бағынатынын, қасиетті де ұлы мақсат жолында қызмет ететіндігін түсіндіру үшін келетін. Ол айуандықтың, настықтың шегіне жеткен адамзатқа жоғары адамгершіліктің, биік парасаттылықтың өнегесін көрсету үшін келетін. Ол дүниенің жаратылыс себебін, адамдардың қалай пайда болып, ақыры немен тынатынын баяндау мақсатымен келетін. Ол адамдардың иесі Алланың өз құлдарынан не талап ететінін, дұрыс пен бұрысты ажыратып көрсетіп, сананы жаулаған сауалдарға жауап беруді мұрат етіп келетін. Ол тек бір руға, тайпаға не ұлтқа ғана емес, бүкіл адамзат баласына Алладан алған әмірлері бойынша жөн сілтеп, жол көрсету үшін келетін. Міне, күллі әлем араб түбегінен шығуға тиіс осындай ауыр міндетті арқалаған
ұлы тұлғаның келуін асыға күтті.